Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, жұмсақ болып шығатын бисквит жасаймыз. Дайындалуы өте оңай, барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді. Биіктігі 7 см және де ені 28 диаметрлік үлкен бисквит. Ең алдымен бізге бірінші категориялы 10 жұмыртқа қажет. Жұмыртқа бөлме температурасында болған дұрыс болады. Және де шай қасықтың ұшында тұз қосамыз. Қанттың мөлшері 500 грамм. Ең бірінші жартысын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қол миксермен жасаймыз. Қол миксермен жасайтын болсаңыздар, осы жұмыртқаны 7-8 минуттай миксерлейтін боламыз. Әбден көлемі ұлғайғанша, үлкейгенше миксерлейміз. Міне осындай болған кезде қалған қантымызды біртіндеп қосып, үлкен болып көпіргенше миксерлейміз. Міне осындай болып үлкен болып көпіреді. Сол кезде 25-30 граммдай ванильный сахар қосып, тағы да кішкене миксерлейміз. Міне осындай әдемі болып көпірді. Менің осындай жұмыртқалы массам дайын. Енді үстіне бөлме температурасындағы сұйық май және де бөлме температурасындағы сүт қосамыз. Мөлшерін барлығын астына описанияға жазып қоямын. Тағы да кішкене миксерлейміз. Достар, ұмытпаңыздар, барлық ингредиенттер жұмыртқадан бастап барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Міне жұмыртқамды миксерлеп болдым. Өте әдемі болса көпіру керек. Енді дайын болған жұмыртқаның үстіне електен өткізген ұнды біртіндеп қосып, венчикпен әдемілеп түйірлері қалмағанша араластырамыз. Осы ұнды қоса бастаған кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Бисквиттің қамырын бірден қызып тұрған пешке салған дұрыс болады. Осылай әдемілеп барлығын араластырамыз. Қамырымызды араластырып болғаннан кейін үстіне 20 грамм қопсқышты қосып, тағы да араластырамыз және де формамызға салып, қызып тұрған пешімізге пісіреміз. Осындай әдемі қою қамыр шығады. Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, өйткені өзіме қатты ұнады. Осы рецептпен мен көп торттар жасаймын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне осындай үлкен форма аламыз. 28 диаметрлі, астын фольгамен тегістеп жауып алып, үстіне қамырды құямыз. Өте үлкен болып шығады және де биік болып шығатын әдемі бисквиттардың бірі. Осылай жасап көріңіздер. Ұнап жатса, осы рецепт ұнап жатса, сіздерге астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Енді қамырды ысытқаннан кейін ағаш пашкаларыңыз болса, ағашпен немесе осыны қасықтың екінші жағымен араластырып, ішіндегі ауаларын шығарамыз. Сонда біздің бисквитіміз бір қалыпты болып, қатты көтерілмей, бет тегіс болып шығады. Дайын болған қамырымызды 45 минутқа духовкаға пісіреміз. Міне 45 минуттан кейін мен бисквиттерімді алдым. Енді бетін фольгамен бір қабат жауып, тағы да 30 минутқа пісіреміз. Сол кезде біздің бисквитіміз іші барлығы толығымен піседі. Бетін осылай міндетті түрде фольгамен жауып қойыңыздар. Бисквиттің піскен-піспегенін ағаш пашкамен тексеріп алыңыздар. Егер де құрғақ болса, біздің бисквитіміз дайын деген сөз. Міне бұл мен екінші бисквитім пісірген. Осындай әдемі болып шығады, биік. Осы бір бисквиттен 4 корж шығаруға болады. Және де ешқандай пропиткасыз әдемі болып шығады. Міне мен сіздерге салыстырмалы түрде 24 диаметрлі формамен салыстырып көрсетіп жатырмын. Үлкендігін осындай үлкен әдемі болып шығады. Осы 4 бөлікке бөліп алдым.
өте воздушный, жұмсақ болып шығатын бисквиттердің бірі. Маған қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер де сіздерге осы рецепт ұнап жатса, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге ары қарайда торттардың, бисквиттарын, торттарды, тәттілерді, тағамдарды салып тұруға тырысамын. Менің каналыммен бірге болыңыздар, және тұрақты көрермен болып, осы видеоларды бөлісіп, қолдап қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.